Қайырлы күн, барлықтарыңызға бүгін мен сіздерге тапсырысқа жасаған гүлдерімді көрсетем. Маған осындай роза гүлдер мен лилия светильникке тапсырыс берді. Лилия гүлі биіктігі 1,60, түсі фуксия, немесе малиновый деп жатады, негізі фуксия деген түс. Және де роза гүлдердің биіктігі де 1,60. Роза гүлдері бұл жерде қатты үлкен емес, диаметрі 40 сантиметр. Роза гүлдерді балабақшаға арнап тапсырыс бергеннен соң төртеуін 4 түрлі түстен жасауымды өтінді. 4 роза гүл және 1 бутоннан тұрады. Роза гүлдердің төртеуі де 4 түрлі түстен. Осы 2 тапсырысты мен 4 күнде бітірдім. 1 күн материалды күттім. Менің қызым кішкентай, сол себепті күніне 2-3 сағат қана жасадым. Ал негізі 2 күнде бітіруге де болады. Ал гүлдердің доставкасына келетін болсақ, клиент почта арқылы жіберуді сұрады. Сол себепті осы 2 гүлді почтамен жібердім. Гүлдерді қораптарға салған кезде көлемі үлкен болғанымен, почта арқылы жіберген кезде салмағы өте жеңіл болғаннан кейін доставкасы қымбатқа түспейді. Егер осындай үлкен гүлдерді, үлкен светильниктерді жасап, осы арқылы табыс тауып жұмыс жасаймын десеңіздер, онда менің онлайн курсыма қатысыңыздар. Мен қазір осы видеоның астында описаниеда өзімнің Instagram парақшама ссылка қалдырам, және WhatsAppқа да ссылка қалдырам. Сол арқылы хабарласа аласыздар. Instagramға кіріп, барлық жұмыстарды көрсеңіздер болады. Онлайн курсқа қатысып жатқан қыздардың жұмыстарын көрсеңіз болады. Қазір онлайн курсқа күшті жеңілдіктер жүріп жатыр. WhatsAppқа қатысатын болсаңыз, WhatsApp арқылы хабарласыңыз. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз, сонда жаңа видеоларды жіберіп алмайсыз. Ал осы видео ұнаса, лайк басып кетіңіз. Келесі кездескенше.